Қаншама жақсылық алып келдің наурызым, төрлет бізге нұр болып, шуақ шашып нұр жүзің. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Жер шарын мекендеген ұлттар мен елдердің сан түрлі мейрамы бар. Ал наурыз қазақ халқының шын мағынасындағы ұлттық мейрамы. Бұл күн мен түн теңелетін мереке. Сондықтан халқымыз наурызды жыл басы, ұлыстың ұлы күні деп атайды. Олай болса, құрметті қонақтар, қош келдіңіз наурызды атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Ұлыстың ұлы күнін, яғни той мейрамымызды екі ауылдың қонақтары келіпті. Абылай хан мен Керей хан ауылы. Қарсы алайық. Екі ауылдың балалары жайғасып өнерлеріңізді көрсетуге дайын отырыңыздар.